соны қалай дұрыстаймыз? Мысалға very дегенге кірейік. Осы жерде міне дополнительный опция деген бар, осыны басамыз. Добавить опцию продукт деген басамыз. Мына жерден жазамыз комбо деген сияқты. Одан кейін мына количество выбор дегенді пока что тастап кетеміз. Бұл жерге қанша комбо белгіленеді, соның санын жазамыз. Енді мына жерден комбо, мысалға комбоның ішіне мына соус кіруі мүмкін. Егер цена керек болса, ценасын жазсаңыз болады, немесе жазбасаңыз болады. Немесе мысалға мына жерден кола деп өзіңіз қолдан қосуыңызға болады, допустим. Одан кейін келесі бізге қандай, мысалы кетчуп болуы мүмкін. Осылай барлығын жазып, енді санаймыз. 1, 2, 3. Бізге яғни мына жерге количество выбор деген жерге 3-ін толтыруымыз керек. 3. Сохранить деген басамыз. Сохранить. Окей. Енді мына жақтан быстрый заказдан міне very деген таңдайық. Мына жерде бізде шықты. Осыларды таңдаймыз. Біздің чегімізден де осылайнан шығады. Бұны негізі модификатор ретінде қолданса да болады. Мысалға сахар, без сахар деген сияқты. Ол кезде таңдайтын жерге 0, 1 деген сияқты өзіңіз, яғни бір тек қана бағытты таңдайсыз деген сияқты солай белгілейсіз. Без лук деген сияқты осылай осы жерден де жазуға болады. Немесе примечаниеден жазса да болады. Сохранить. Осындай комболарымыз кетті.